Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 73-ші бөліміне келдік. Бұл бөлімде Ұмай мен Джем екеуі кездеседі. Екеуі туралы айтады. Джем айтады, Ұмайға сенің көйлегің өте әдемі болып тұр деп оған сынады. Сонымен кешкі уақыт еді, Ұмай дірілдеп тоңып тұрады. Сонымен Джем оған киімін беріп, сол кезде Ұмай өзі қызарып, ұялып үйіне қайтамын деп кетіп қалады. Одан кейін Тыңшы мырза бәріне хат жолдайды. Мен кінәліні таптым, ертең барлығыңызға айтамын, барлығыңыз жиналыңыздар дейді. Рингин мен Тимур екеуі Невра ханым мен Гүлжеже ханымды кінәлайды. Өйткені сендер жасау үшін кек алғыларың келіп сол үйге кірдіңдер дейді. Ал Невра ханым болса, қой жоқ, ондай жасаған жоқпыз деп, ол да өз бөлмесіне қарай кетіп қалады. Одан кейін Эврен мен Бахар екеуі кешкі асқа барады. Кеше Чағла Бахарға әдемі қара көйлек және алды шамалы ашықтау, торлау киім алып берген, соны киіп келеді. Бірақ Бахар ол киімді көрсеткісі келмей, ұялып, үстінен бір спортивка сияқты жемпірма киіп алып барады. Сол кезде екеуі кешкі ас ішіп жатқан кезде Бахардың үстіне су төгіліп кетіп, аяқ астынан киімді шешіп қалған кезде алды өте сексуальный болып көрінеді. Сол кезде Эврен оған сен сондай әдемі болып кетіпсің деп оған жақындай беріп киімін шешуге көмектесіп жатқан кезде киімінің етек еткісідей көрініп қалады. Сосын Эврен айтады, сен кәдімгідей дайындалып келіпсің ғой деген сияқты. Сол кезде аяқ астынан жаңағы Тыңшы мырзадан хат келіп, екеуі алып Бахар сол жерде паника қылып жүр далаға кеттік, айттым мен саған барлығын біліп қояды деп, ертерек айтайықшы деп едім деп сол жерде далаға апыр топыр шығып кетеді. Одан кейін тост дайындайды Парла Ұмай екеуіне. Сосын Ұмай айтады, сен Ұмай кеше алдындағы жігітпен кездесіп жүрсің бе, сен онымен кездеспе, басың бәлеге қалады, әйтеуір соңында мен зардап шегіп жүрмейін дейді. Бірақ оны тыңдайтын Ұмай ма, не шаруаң бар сенің деп өзінің тостын жетте өз бөлмесіне қарай ол да кетіп қалады. Одан кейін Тыңшы мырза бәрін шақырып алып, тапқандай болдым деп сол бір бөлмеге алып, Эфсонның бөлмесіне алып келеді. Одан кейін бәрінің түріне қарап, мынау кімнің сырғасы деп Рингиннің сырғасын әрқайсысына көрсетеді. Сол кезде Рингин, бұл менің сырғам, бәсе мен кешеден бері таппай жүр едім дейді. Сосын Рингинді кінәлайды. Сол кезде Бахар оған біреудің кінәлап жатқанына шыдай алмай дереу мен кінәлі, мен деп сол кезде айғайлайды. Оны көріп Эврен де мен кінәлімін деп ол да атып шығады. Одан кейін Тимур Рингинді жақтап, ол да мен кінәлімін, Рингин кінәлі емес деп барлығы өзінің ойына алады. Содан кейін Бахар қатты сол жерде айғайлап жібереді. Мен кінәлімін, мен шаршадым уже. Сен менің анамның баяғыдан бері жасаған, жалғыз түйір немересіне жасаған жасауды мусорға менің көзімше лақтырдың және бізді кемсітуге тырыстың. Мен сонда да үндемедім. Менің әкемнен қалған жалғыз түйір бұйымды және балама осынан бергім келді. Оны да сен қимадың, оны да лақтырып жіберем дегенді естідім сенен. Сондықтан мен сол үйге барып сол сырғаны алмақшы болдым. Бірақ сен мені көрдің де өзің құлап кеттің баспалдақтан. Менің түкте қатысым жоқ деп сол жерде айғайлайды. Сол жерде барлығы бөлмелеріне тарқап кетеді. Одан кейін анасының артынан Азиз Ораз да барады да екеуі ұрысып қалады. Азиз айтады, анашым сен мені ұятқа қалдырдың, Эфсон анашым ондай емес, ол да барлық нәрсені өзі жасап барлығын ұнау үшін тырысып жүрген жоқ па деген секілді. Сол кезде Бахар одан сайын жынданып жылап баласына айғайлайды, мен кім үшін жүрмін сонда, мен кім үшін жүрмін, мен сендер үшін жүрген жоқпын ба, не істесе де не қойса да мен үндемей жүрмін, Эфсон ханым барлығын әдейі істеп жатыр, көрмеймісің, тіпті менің жалғыз түйір осы тойға беретін сырғамды да оны да лақтырмақшы. Сен қанша қарызың болса да сенің әйелің тақсыншы деп қарызданып қауғаланып тағы жалғыз түйір сырғаны мен ломбардқа өткізбей осы сенің әйелің тақсын деп мен сырға алмап едім, бәрі сен үшін жасаған жоқпын ба, ал сен болсаң мені кінәладың, ешқашан ондай нәрсе бүйтіп өкінбеген едім, енді мен өкініп тұрмын барлығына, енді мен біреуге жағайын деп ешнәрсе жасамаймын деп сол жерде айғайлайды. Содан кейін Серен анасына бөлмесіне барып, ол да анасымен ұрысады. Менің аяғым ауыр екені, менің жағдайым ешқайсысыңды қызықтырмайды, бар ойлап жатқандарың әйтеуір өздеріңнің проблемаларың, осының аяғы ауыр-ау, осының бала жақында босанады-ау, осының тойы болады-ау деген секілді сөздердің ешқайсысын айтпайсың. Дайындық қалай, аналық махаббатыңды бермеймісің қайта, әйтеуір өзіңнің ар намысыңды ойлап, әйтеуір өз байлығыңды көрсетіп өліп бара жатсыңдар әкең екеуің деп ана жерде жылап кетіп қалады. Оны Эфсон ханым тыңдап жылақсы келеді. Одан кейін Азиз Ораз сол жерде қалады. Сосын Азиз Оразға айтады, сен анаңды білем, анаңның атынан менен кешірім сұрайын деп тұрсың деген сияқты, сен анаңнан ұялма, ол жақсы адам деп айтып жатқан кезде Азиз Ораз айтады, мен анамнан ұялмаймын, анамның атынан да кешірім сұрамаймын, ол оныкі де дұрыс, ал сіздің кінәсіз дей алмаймын сізді, сіз де кінәлісіз деп сол жерде айтып ол да кетіп қалады. Одан кейін Невра ханым мен Гүлжеже ханым әңгіме айтады. Екеуі бірге бұл жағдайдың барлығын талқылайды. Сол кезде Гүлжеже ханым айтады, ол әйелден барлығын күтуге болады, мен болсам өзім итеріп жіберетін едім, тіпті менің дәл осы жағдайға шынымды айтсам тіпті қуанып тұрмын дейді. Сол кезде Невра ханым да айтады күліп, иә, мен де соны қалап тұрмын, мен де соны қалаймын деп екеуі бірге жақсы әңгіме айтады. Одан кейін Гүлжеже ханым Реха Дариямен бірге шай ішіп әңгіме айтады, ал Невра ханым болса осы Сереннің әкесі екеуі бірге отырып сөйлеседі. Одан кейін тергеуші Эфсон ханымға келіп, енді не істейміз, бұл кісіні сотқа береміз бе, қылмыскер өз жазасын алу керек дейді. Сосын Эфсон ханым айтады, жоқ, мен бұл нәрсені жылы жауып қоямын, енді ешқандай сот мод деген жоқ, болды, енді бұл істі жүргізбей ақ қойыңыз дейді. Сол кезде тергеуші мырза оған айғайлайды,
әркім өз жазасын алу керек емес па, мен не бостан босқа жүрмін ба деп сол жерде айғайлайды. Содан кейін Ораз бен Серен екеуі бірге әңгіме айтып тұрады. Сол кезде Серен айтады, типа Бахарды кінәлағандай қылып айтады. Мен барлығын анам кінәлі деп ойлап жүрсем, бұл жерде Бахар да кінәлі екен ғой дейді. Ал ол сөзге Ораз да жынданып, сонда менің анам ғана кінәлі ма, сенің анаң емес па барлығын бастап жүрген, сенің анаң болмағанда бұлардың ешқайсысы болмас еді дейді. Сөйтіп екеуі ұрысып қалады. Сосын Серен жынданады, екеуміз үйленбей ақ қояйық, әлі ойланайық, біз мына түрімізбен әлі еш нәрсені де ойлана алмаймыз, отбасы бола алмайды екенбіз деп сол жерде ашуланып жынданып жылап кетіп қалады. Алдынан анасы шығады. Анасы больницадан шығайын деп жатыр екен. Анасына айтады, мен Оразбен үйленбейтін болдым, сол ма керегі, сол еді ғой сенің басты мақсатың, ал енді мақсатыңа жеттіңіз бе деп анасына айғайлап ол да кетіп қалады. Одан кейін аяқ астынан ауруханаға жүкті әйелін жаман ауыр халде немен скорыймен келеді. Сол жерде рентген операция жасамақшы болады. Оған Серен де көмектеседі, сол жөнінде көрсетіп кетеді. Ал жаңағы жүкті әйел қыз бала дүниеге келеді, операция жасап жатады. Және осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Егер ұнаса лайк басып кетіңіздер.